Құрметті жамағат, бір әке, бір анадан туған туыстарды бауырлар деп атайды. Ислам діні тек қана нәсілдік байланыспенен тоқтамайды. Дінімізде бауырмалдықтың орны әлдеқайда ауқымды. Құран аятында Әстағизу биллах, иннамал муъминуна ихуа. Расында мүминдер бір-біріне бауыр, туысқан дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам исламды насихаттай бастағаннан мұсылмандарға бір-біріне бауыр екендігін, туысқан екендігін үйреткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның бір хадисінде ла юъмину ахадакум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсих. Сендерден ешбіреулерің өз бауырына, өзіне қалағанды қаламайынша толық иман еткен болып саналмайды деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір хадисінде мұсылмандар бір-біріне бауырмалдықта, сүйіспеншілікте, қарым-қатынаста бір дене іспеттес. Адам денесінің бір ағзасы ауыратын болса, ұйқысыздықта және ыстығы көтерілуде барлық денесі ауырған ағзасыменен бірге болады дейді. Олай болса, мұсылмандар бір дене іспеттес, бір-бірін түсінуі, бір-бірінің жағдайын білуі өте маңызды. Қазіргі күнде адамдар өз нәпсісін басқадан жақсы көреді. Өзінің құмалағын төрттен қойғысы келеді. Мансабым көтерілсе, жағдайым жақсы болса, кәсібім жүрсе, тасым өрге домаласа деп ойлайды. Осылай өзінің қара басын ғана ойлауы туысқанының, жақынының, мұсылман бауырының халін білмеуге апарады. Қазіргі қоғамда көршімізде не болып жатыр? Науқас бауырымыздың халі қандай? Әріптесіміз не істеп жүр? Жағдай қалай? Ол бізді қызықтырмайтын болды. Оған біздің басымыз ауырмайтын болды. Абай атамыз адамзатты сүй бауырым деп дейді. Біз отандастарымызды, тағдырластарымызды, қандастарымызды, діндестерімізді жақсы көретін болсақ, олардың хаққысын беретін болсақ, оларға зұлымдық жасамайтын болсақ, ғайбаттан, өсектен, өтіріктен, алауыздықтан ұзақ аулақ болатын болсақ, нұр үстіне нұр болмақ. Назар салып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын.